18.000 ғаламтор. Бүгінгі видеороликте Астана қаласының қараңғы мистикалық қырын талқылайтын боламыз. Жергілікті тұрғындар бұл қорқынышты оқиғаларды жақсы білетін болар. Ал егер сіз басқа өңірден болсаңыз, онда видеоны соңына дейін көріңіз. Алда сізді қызықты және үрей оқиғалар күтуде. Свечки тұрғын үй кешені. Бөгенбай Батыр және Сарыарқа көшелерінің қиылысында орналасқан 225 қабатты Свечки тұрғын үй кешені түрлі мистикалық қауесеттерге толы. Мұнда түрлі түсініксіз паранормальды жағдайлар орын алуда. Үйдің тұрғындарының айтуынша, пәтерлерде есіктер өзімен өзі ашылып, ыдыс-аяқтар тік тұрған үстелден құлап сынып кетеді. Түн жарымда белгісіз бір адам қадам басып ары-бері жүреді. Дыбыстар шыққан жерге жарықты қосып қарағанда онда ешкім көрінбейді. Алайда осыдан бірнеше секунд бұрын мұнда біреудің жүрген дыбысы анық естілген еді. Оған қоса үйдің дәліздерінде қорқынышты дауыстар мен дыбыстар естіледі. Шамамен дауыстар шығып жатқан жеріне барып тексергенде онда ешкім көрінбейді. Бұл үй кешенінің пайда болу тарихы да үрей жағдайға толы. Свечки үйі баяғы қараусыз қалған моланың үстінде соғылған. Содан бері бұл үйде жаман теріс энергетика қаптай бастады. Құрылыс кезінде құрылысшылар түсініксіз жағдайда көз жұмып, неше түрлі жазатайым оқиғалар болған. Кеңестік кезеңде 1973 жылы Целиноград шекарасының кеңеюіне қарай сол кездегі қала басшылығы бұл зиратты басқа жерге, яғни Тілендиев көшесіне көшіру туралы шешім қабылдады. Бірақ жергілікті тұрғындардың айтуынша, бұл үйде әлі күнге дейін мистикалық жағдайлар болып тұрады екен. Астаналық адамдардың бұл үй туралы ой-пікірлері. Иә, ол жерде құрылысшы әйел қайтыс болғаны әлі есімде. Құрылыс барысында жиі жазатайым оқиғалар болып тұрады. Осы үйлердің бірінде бір жігіт терезеден құлаған. Менде бұл оқиғаларды көп естігенмін, бірақ куәгерлерді өмірде кездестірмеппін. Бәлкім бұл жай ғана аңыз болар. Ең қызығы, Астраханка зиратында жерлеу орындарында өткен ғасырдың 70 және одан да ерте жылдары көрсетілмеген. Ал енді сұрақ: жерлеу қайда және қайда көшірілді? Ол жалпы көшірілді ме? Бұл үйде ең көп таралған нәрсе ол адамдардың өз-өзіне қол жұмсауы. Иманова жақта бір үй кешені бар. Бұл жерде бірнеше адам қаза тапты. Бұлай ойлап қарасақ, бәріміз жер бетінде мазараттың үстінде өмір сүреміз. Бізге дейін қаншама соғыс, табиғат апаттары болды. Өзімізге осындай ертегілер жасап аламыз. Берлиннен Мәскеуге дейін 30 миллион адам жатыр. Бүкіл жер шарын қоршауға болады. Біз сенгіміз келетін нәрсеге сенеміз. Араларыңызда астаналық тұрғындар болса, осы үй кешені туралы ойларыңызды комментарийде жазып кетіңіздер. Қорқынышты зират. Қараөткел атты мұсылман зираты Астанадағы ең көне және әйгілі жерлеу орындарының бірі. Молодежный және Целинный шағын аудандарының арасында Кравцова көшесінде орналасқан. Микрорельефті егжей-тегжейлі зерттеу нәтижесінде ғалымдар бұл зираттың 10 мыңға жуық қорымды жасырып тұрғанын анықтады. Бірақ мұнда көптен бері ешкім жерленген жоқ. Бұрын түрлі ауру вирустармен ауырғандардың көбі осы зиратқа тірідей жерленген деген қауесет халық арасында тараған. Қала тарихында оны жою мәселесі бірнеше рет көтерілгенімен, бұл жерді көшіруге әлі ешкімнің батылы бармады. Зираттың маңайындағы үйлердің тұрғындарының айтуынша, моланың қасынан өткен сайын біреудің сізге үңіліп қарап, артыңыздан аңдып тұрғанын сезесіз. Алайда бұрылып артыңызға қарағанда ешкім көрінбейді. Моланың қасындағы мекемеде күзетші болып жұмыс атқаратын кісі өз оқиғасымен бөлісті. Осыдан 7-8 жыл бұрын осы мекемеде күзетші болып жұмыс істедім. Түнгі уақытқа бір өзім жұмысқа шықтым. Сағат 11-де аздап ұйықтап алайын деп, барлық есіктерді құлыптап ұзын дәліздегі кабинеттердің біріне кіріп, көзім ілініп кетті.
Арадан шамамен 5 минут өткен соң есіктің артындағы қадамдардың дыбысынан оянып кеттім. Басында бәлкім мен қателескен шығармын деп мән бермедім. Бірақ қадамдардың дыбысы қатты шыға бастады. Алыстан есікке қарай жақындап келе жатқаны естілді. Дәлізде біреу жүгіріп жүргендей түйілді. Мен орнымнан атып тұрып есікті дереу аштым. Өзімді тыныштандыру үшін мүмкін әріптестерімнің бірі қалжыңдап жатқан шығар деген ойда болды. Бірақ есіктің артында ешкім болмады. Қорыққанымнан денем тітіркеніп кетті. Ғимараттың барлық есіктері құлыптанып жабық тұр. Біреудің кіріп шығуы мүмкін емес. Біраз уақыттан соң мен есімді жинап өзіме келдім. Аулаға шығып таңға дейін ғимаратты далада күзеттім. Жергілікті тұрғындардың айтуынша зираттың қасында үнемі оғаш жағдайлар орын алады. Кісі өлімі, өзіне қол жұмсау жағдайлары, жұмбақ түсініксіз себептерден адамдардың құлап жарақат алулары. Бұл жердің жанынан өтіп бара жатқандар көктемде күннің жылуы кезінде зираттан сұмдық қабір иісі таралатынын айтады. Астана тұрғындары түнде зират жағынан ыңырсып, айғайлап, жылап жатқан дауыстарды естейтінін айтады. Бұл қорқынышты жер жандары тыныштық таппаған елестер мен рухтардың аймақты кезіп құрбандарды іздеп жүретін мекен деген пікір де бар. Незнакомка кафесі. Қаланың ортасында Победа даңғылында Незнакомка кафесі орналасқан. Бір қарағанда бұл кафе ешқандай күмән тудырмайтын кәдімгі мекеме сияқты көрінуі мүмкін. Алайда бұл локация мистикалық аңыздар мен қауесеттерге толы. Бұл аймақ бір кездері қаладағы ең алғашқы зират болған. Ол Ақмола құрылғаннан бастап 1830 жылдан 1915 жылға дейін қала билігі оны жауып, кейін толығымен қоршаулармен қоса ескерткіштерді бұзғанға дейін болды. Кейін қаладағы алғашқы қорым орнына түрме салынды. Сонымен бұл дәмханада келушілер қайтыс болған түрме қызметкерлерінің рухын бірнеше рет кездестірді деседі. Сол оқиғалардың бірі осында келген бір әйелдің басынан өткен. Мен мұнда алғашқы рет достарыммен түскі ас ішуге келдім. Барлық әдеттегідей мәзірден және даяршыға қойылатын тағамдарға қатысты сұрақтардан басталды. Ерекше ештеңе болған жоқ. Мен терезенің жанында үстелдің дәл шетінде отырдым. Біз ұзақ 1,5 сағат түскі ас іштік. Бізден шамамен 2 үстел ары отырған бір адамның сұлбасы, дәлірек айтсақ оның арқасы менің көзіме түсті. Бір қызығы, осы уақыт ішінде оған ешкім жақындамады. Яғни бірде-бір даяршы келіп ол кісіден тапсырыс алмады. Мен оны үнемі бақылай алмадым. Өйткені оны менің алдымда қарама-қарсы отырған достарым жауып тұрды. Соңында оның орнында ешкім отырмағандай ол адам мүлдем жоғалып кетті. Бұл көріністі көріп мен біртүрлі сезімде болдым. Егер ол кісі орнынан тұрған жағдайда, ол міндетті түрде менің көзіме түсер еді. Оған қоса кіреберіс есік оған жақын орналасқан. Бірақ мен ол кісіні де есіктің ашылғанын да байқамадым. Бұл сонда елес болғаны ма? Алайда мен бұл кафеге баруды тоқтатқан жоқпын. Мен мұндай мистикалық жұмбақ оқиғаларға араласқанды ұнататын адамдардың бірімін. Егер келесі жолы мен оны кездестірсем, онымен танысып сөйлесуге тырысамын деп, әйел өз оқиғасын түйіндеді. Сіз қалай ойлайсыз? Бұл шынымен де елес болды ма екен? Әлде бұл әйел ол кісінің кафеден шығып кеткенін байқамай қалды ма? Москва тұрғын үй кешені. Уәлиханов пен Иманов көшелерінің қиылысында орналасқан Москва тұрғын үй кешенінде үнемі бір түрлі жағдайлар болып тұрады. Бұл атышулы үйді бастапқыда ұзақ уақыт қолданысқа беру мүмкін болмады. Іргетасынан жарықшақ табылды деген болжам бар. Содан кейін мұнда қатты өрт шығып, адамдар өліп қала жаздады. Жергілікті тұрғындар бұл сәтсіздіктерді осы ғимараттың жаман өткен шағымен байланыстырады. Неге екені белгісіз. Бірақ көпшілік Москва үй кешені орнында Целиноградтағы ең көне мұнша, қалалық ауруханаларға қызмет көрсететін кір жуатын орын тұрғанына сенімді. Пәтерлердің бірінің иесі бұл лас жер. Мұнда тұрғын үй салмау керек еді. Бұл кез келген діннің ережелеріне қайшы келеді дейді.
Бұл үй кешені ашылғаннан кейін жергілікті театрлардың бірінде әртіс болған 35 жастағы әйел осында қайғылы түрде қаза тапты. Тұрғындардың айтуынша ол әйел құрбысына қонаққа келген. Бірақ әйелдер пәтерден шыққан кезде қонақ абайсызда 15-ші қабаттан лифт шахтасына құлап кеткен. Негізі лифт оған келген екен. Бірақ ол лифт еденінің жоқтығын байқамай қапқанға түсіп қалған. Содан бері түнде бұл үйдің лифтінде анда-санда әйелдің бір түрлі демі мен дауысы естіледі. Тұрғындардың пайымдауынша бұл осында қайтыс болған әйелдің тыныштық таппаған елесі дейді. Осы үйде тұратын бір қыздың айтуынша бұл үй кешенінің кіреберісінде тұрып, мазаңыз қашып, денеңіз қалтырай бастаса, дереу ол жерден қашып кетуге кеңес беремін деді. Мұның себебін ол қыз осы үйде өз басынан өткен оқиғамен байланыстырады. Бұл жағдай өткен жазда болды. Мен кешке домофонда тұрып, ұзақ қоңырау шалдым. Белгісіз себептермен үйдегілер маған жауап бермеді. Сол кезде мен біреудің қолымен менің мойнымды сипағанын сездім. Ол маған шетке шығып, кіреберіске тосқауыл қоймау туралы белгі бергендей болды. Мүмкін бұл кішкентай баласы бар көршіміз деп ойлап, дереу есіктен шетке қарай тұрып алдым. Бірақ бұрылып артыма қарағанымда мен ешкімді байқамадым. Бәлкім мен жай ғана қателескен шығармын деп қорықпай бұл жағдайға мән бермедім. Алайда түн жарымда үйде кенеттен мені түсініксіз қорқыныш билей бастады. Мен ұйықтай алмадым, және денем қалтырай бастады. Мен анамды көмекке шақыруға тырыстым. Ол сол кезде өз бөлмесінде ұйықтап жатқан еді. Бірақ қанша тырыссам да даусым шықпай сөйлей алмадым. Бүкіл денем бастырылып қимылдамай қалды. Бұл күйде қанша жатқаным есімде жоқ. Бірақ анам бөлмеге кіргенше жағдайым өте ауыр болды. Кейінірек анам жай ғана су ішу үшін орнынан тұрып, менің бөлмемде кездейсоқ бір түрлі дыбыстарды естігенін айтты. Содан анам мені оятып, есімді жинауға көмектесті. Троллейбус елесі. Астананың қорқынышты оқиғалары зират ғимараттармен ғана емес, көліктермен де байланысты. Елес болған троллейбусты Конгресс-холл аялдамасының жанында тұрғындар жиі көреді. Ол жаңбыр мен тұман кезінде және түн ортасынан кейін ғана пайда болады дейді. Адамдар арасында кеңінен тараған әңгімелер бойынша сол аялдамада пайда болатын бос троллейбусқа ешкімге ешқашан отыруға болмайды. Ал оған отырған жағдайда сіз қайта оралмауыңыз әбден мүмкін. Кейбір қауесеттерге сәйкес елес троллейбусты көрген куәгерлер қоғамдық көліктің ішінде ешкім болмағанын айтады. Тіпті жүргізушінің өзі де. Троллейбустың жүргізуші кабинасында кезінде қаза тапқан жүргізуші Игорь есімді жігіт отырады деген пікір де бар. Ол осыдан бірнеше жыл бұрын жаңбыр жауып тұрған ауа райында троллейбусты жөндеуге тырысып жатқан кезде оны тоқ ұрып, соның салдарынан қайтыс болды. Сол сәттен бастап қаза тапқан жүргізушінің елесі өз жолаушыларын үнемі іздеп жүр деген аңыз әңгімелер де бар. Қалалық аурухана. Қалалық жұқпалы аурулар ауруханасы 1967 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Бұрын мұнда балалар ауруханасы болған. Кейіннен ол ересектер ауруханасы болып қайта құрылды. Осы аурухананың қорқынышты өткені туралы Астанада бұрынғы пациенттер жиі айтатын көптеген әңгімелер бар. Көбінесе куәгерлер осы ауруханада жиі балалардың рухтары мен елестерін көргенін айтады. Аурухананың пациенттерінің бірі өз оқиғасымен бөлісті. Шамамен бұл оқиға желтоқсан айының басында болды. Мен жоғары температурамен ауруханаға түстім. Алғашқы 2 күнде мен мұнда мүлдем ұйықтай алмадым. Бөлмеде 5 адам болдық. Ал қызбам 3-ші күні ғана басылды. Сол кеште мені қатты ұйқы қысты. Бөлмем тым-тырыс болды. Қасында жатқан науқастар үн шығармады. Бәрі ұйықтап қалған екен. Төсегіме ыңғайлырақ орналасып, мен де терең ұйқыға кеттім. Содан түн ортасында бір түрлі шудан оянып кеттім.
Есікті біреу ашып біздің бөлмеге кіріп келді. Бөлмеге дәлізден кішігірім жарық сәулелері кірді. Жарықтан мен түнде келген кішкентай баланы көре алдым. Бірақ ол мұнда не істеп жүр екен деген сұрақ мені алаңдатты. Өйткені мұнда балалардың кіруіне тыйым салынған. Ең қызығы, мен оның бетін анық көре алмадым. Мен оның сұлбасын көріп, оның бөлмеде жүргенін сезіндім. Бір кезде ол палатаның шетінде жатқан бір науқастың қасында тұрып, оған ұзақ қарады. Бұл қанша уақытқа созылғаны есімде жоқ. Содан кейін ол басқа науқасқа қарай бет алып, оған да ұзақ қарап тұрды. Кенет ол маған қарай бұрылды. Мен қорыққаннан көзімді жұмдым. Біраз уақыттан кейін оның маған үңіліп қарап тұрғанын сезіп, мен тыныс алмауға тырыстым. Сол сәтте көршім біртүрлі ыңырси бастады. Мен одан сайын қорқып қимылдай алмай қалдым. Баланың көршіме қарай асықпай бара жатқанын естідім. Сосын не болғанын білмеймін. Ол бала арамыздан біреуді іздеп жүргендей болды. Ал соңында есікті тарс жауып, бөлмеден кетіп қалды. Осы қорқынышты түнді бастан өткергеннен кейін, таңертең мен бұл болған мистикалық жағдайды температурамның көтеріліп кетіп, жай ғана сандырақтаған шығармын деп өзімді тыныштандырдым. Алайда таңертең баланы мен ғана емес, бөлмедегі көршілерімді көрген болып шықты. Өйткені төртеумізде бірдей түс көруіміз мүмкін емес. Сол түні қалғандары да дәл мен сияқты көздерін жұмып жатқан екен. Осыдан кейін мен енді бұл ауруханада қала алмадым. Және сол күні дәрігерден мені шығаруын талап еттім. Жолаушы қыз. Астананың жан түршігерлік оқиғалары жүргізушілермен де байланысты. Чубары ықшам ауданындағы Арай көшесімен келе жатқан көптеген жүргізушілер автовокзалға апаруды өтінген жалғыз басты қыздарды көліктеріне мінгізбеуге тырысады. Түрлі қауесеттер бойынша олардың арасында кек алғысы келген жауыз елестер болуы мүмкін деседі. Аңыз бойынша көп жылдар бұрын осы жерде кісі өлтіру жағдайы орын алған. Жас қыз таксиге отырып, оны автовокзалға апаруын өтінген. Бірақ жүргізуші жолаушыны жеткізудің орнына оны зорлап өлтірген. Содан бері қыздың елесі анда-санда жігіттер басқаратын көліктерді аралап жүреді. Ал сол қыз жолаушыны алып кеткендердің айтуынша, ол артқы орындыққа отырады және бірден анасына телефон соғуды сұрайды. Мені анам уайымдамасын, жолда келе жатырмын деп айтуын сұрайды. Алайда тұтқаны алған анасы қызының қайтыс болып кеткенін айтқанда, жүргізуші таң қалып дереу артқы орындыққа қарай бергенде қыз жоқ болып кетеді екен. Бұл оқиға сіздерге таныс болуы мүмкін. Қай жерде мұны естіген едім деп тұрған боларсыз. Иә, әрине. Бұл оқиға Алматы қаласындағы Қапшағай трассасында болған жағдайға қатты ұқсас. Бұл тақырыпқа қатысты каналымда бірнеше видео шыққан. Оны Қазақстандағы мистикалық локациялар плейлистінде таба аласыз. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл оқиғаның бәрі шынайы ма? Әлде жай аңыз ба? Бірақ жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Жоқ әлде